Өз ісін ашып, күнін көріп жүрген кәсіпкерлердің жөн жосықсыз мазасын алатындар көбейген. Жыл басынан бері шағын кәсіпкерліктерге 27 мыңға жуық заңсыз тексеріс жүргізілген. Енді бұдан былай құзырлы мекемелердің ретсіз мазалауына жол бермейміз деп отыр құқық қорғау саласының қызметкерлері. Керек десеңіз, үкіметке сол тексерулерді жоспарлау жүйесін жаңалауды ұсынды. Осылайша прокурорлар мен Атамекен одағы Қазақстан ұлттық экономикалық палатасының өкілдері кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды мықтап қолға алмақ. Еліміздегі кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған заңдардың әлеуеті жоғары, бірақ сол заңдардың орындалу барысында кемшіліктері баршылық. Біз жыл басынан бері 6 министрлікте тексеру жүргіздік. Нәтижесінде жоспарлы тексеруге бағытталған жаңа тетіктің іс жүзінде жұмыс істемейтіндігі белгілі болды. Шара барысында 26.500 тексеріс іс жүзінде заңсыз әрі негізсіз жүргізілгені анықтадық. Кәсіпкерлердің тыныштығын көп алатындардың басында санитарлық эпидемиологиялық орган өкілдері тұр. Екінші орынды ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринария саласы алады. Бизнесмендерді әбден қажытып жіберетіндер салық органдары, мекеме өкілдері тексеріс мерзімін тіпті 2 жылға дейін созып жібереді. Онысымен қоймай, есеп бөлімінің бүкіл есеп құжаттарын ала кететін көрінеді. Кез келген тексеріс басталу үшін ол нақты дәлелдену керек. Неліктен осы кәсіпкер осындай, мысалы, егжей-тегжейлі тексеріске ұшырау керек. Егер кәсіпкер заң бұзушылықтарын жасамаса, егер оған қатысты шағымдар болмаса, онда ондай кәсіпкерге қатысты ондай тексерістер өткізілмеуі тиіс. Прокуратура өкілдері үкіметке тексеруді жоспарлау жұмысын жаңалауды ұсынып отыр. Бұған дейінгі ретсіз тексеруді тежеуге арналған жоба өз жемісін беріп келеді. Барлық тексерістер арнайы компьютерлік базада тіркеледі. Әрбір тексеріске арнайы 9 цифрдан тұратын реттік нөмір беріледі. Осы реттік нөмірді прокуратура органдарының белгіленген нөміріне СМС арқылы СМС жолдаса кәсіпкер, ол бірден жауап алады. Осы нөмірдегі тексеріс тіркелген бе, тіркелмеген бе. Құрметті кәсіпкер, заң бойынша мемлекеттік орган өкілдері сіз басқарып отырған шағын мекемені жылына бір-ақ рет тексеруге құқылы. Ал одан артық келсе, міндетті түрде 10-12 нөміріне СМС жолдаңыз. Шақырылмаған қонақтың заңды немесе заңсыз келіп тұрғаны жөнінде жауап аласыз. Сәуле Алдамұратқызы, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық телеарнасы.